Заманында тобықты елмен көршілес төленгі тұруынан болған Меңаяқ дейтін би қайтыс болады. Әлгі елге көңіл айтып барған абай аза тұтып, дұға оқып, артынан жиналған елге Меңаяқ өзінің атының басын өз алып жүретін адам еді дейді. Сол азалы елдің үлкен ақсақалы Абай-ау, ол не дегенің? Меңаяқ өзінің атының басын ғана емес, бір рулы елді билеген адам еді ғой дейді. Сонда Абай атамыз елді билегеннен адамның өзін өзі билеу қиын. Баққа келсе, таққа кез келген адам отыра береді деген екен. Қадірлі ағайын, бұл оқиғадан түйетініміз, адам баласы алдымен өзінен бастап, өзін түзесе, қоғамның да, айналасының да түзеулері анық. Оған Абай атамыз толықсып төңкерілген жұрт бір сағым, шыңға шыдап қоса алмас ынтымағын, күзетсең көптің аузын күңгірмейсің, өзіңді өзің түзет, кел шырағым дейді. Шынымен де әрбір адам алдымен өзінен бастап, өзін түзесе, отбасы да, айналасы да түзеулері анық.